Бір сәт елестетіп көріңіз. Қыс, айнала әппақ қар, температура -30 градусқа дейін төмендеген. Орманда тіршілік атаулының көбі ықтасын іздеп тығылып жатыр. Ал дәл осы кезде қар үстімен үнсіз ғана алып жолбарыс жүріп келеді. Оның табаны қарға батып, әр қадамы анық із қалдырғанымен, өзі орман арасында көзге түспейді. Бірнеше метр жерде бұғы жайылып жүр. Жолбарыс тоқтайды, денесін төмен түсіреді, құлағын қайырады. Бірнеше секунд үнсіз бақылап тұрады. Содан кейін найзағайдай жылдамдықпен шабуыл басталады. Бұл табиғаттың ең төзімді әрі ең құпия жыртқыштардың бірі Амур жолбарысы. Армысыздар, табиғаттың таңғажайып құпияларын ашатын жануарлар шындық арнасының көрермендері. Бүгін біз суықтан қорықпайтын, қалың қардың үстінде аң аулайтын, бір тәулікте ондаған шақырым жүріп өтетін алып жыртқыш Амур жолбарысы туралы көпшілік біле бермейтін қызықты деректерді бірге ашамыз. Бүгінгі алып жыртқыштың әлеміне саяхат жасамас бұрын, сіздер қазақ тілді арнаны қолдап, тіркеліп, лайк басып, видеоны соңына дейін көріп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше кеттік. Амур жолбарысы мысық тұқымдастарының ішіндегі ең ірі жыртқыштардың бірі. Оның ғылыми атауы пантера тигрс алтайка. Бұл жолбарыстар негізінен Ресейдің қиыр шығысында, Хабаровск өлкесінде, орманды аймақтарында, сондай-ақ Қытайдың солтүстік шығысындағы шекаралас өңірлерде кездеседі. Амур жолбарысының денесі суық климатқа бейімделген. Басқа көптеген жолбарыстармен салыстырғанда оның жүні қалыңырақ, ал қыста жүнінің астындағы түкті қабаты одан әрі қалыңдайды. Сондықтан ол қалың қардың ішінде жүріп, қатты аязға төтеп бере алады. Ең қызығы, оның жолақтары әр жолбарыста әртүрлі. Адамдардың саусақ ізі сияқты жолбарыстың денесіндегі қара жолақтардың орналасуы да бір-біріне дәл қайталанбайды. Сондықтан мамандар кей жағдайда жеке жолбарыстарды осы ерекше өрнектері арқылы ажырата алады. Амур жолбарысының өмір сүретін аймағында қыс өте қатал болуы мүмкін, бірақ оның денесі мұндай жағдайға бейімделген. Қалың жүні жылуды сақтауға көмектеседі, ал тері астындағы май қабаты денені суықтан қорғайды. Оның табандары да ерекше маңызды. Аяқтарының арасындағы қалың түк қардың суығын азайтып, қозғалыс кезінде жылуды сақтауға көмектеседі. Ал үлкен табандары қалың қардың үстімен жүруге ыңғайлы. Сондықтан қарлы орманда алып жолбарыс басқа жануарларға қарағанда әлде қайда еркін қозғала алады. Бірақ бұл оның қысқы аңшылығы оңай деген сөз емес. Керісінше, қалың қар энергияны көп талап етеді. Ал жолбарыс үшін әрбір сәтсіз шабуыл өте қымбат. Себебі аңды қуған сайын ол өзінің бағалы энергиясын жұмсайды. Сондықтан Амур жолбарысы көбіне ұзақ қуалаудан гөрі аңды жасырын бақылап, жақын жерден күтпеген жерден шабуыл жасауды таңдайды. Амур жолбарысының негізгі азығына жабайы тұяқты жануарлар жатады. Олардың арасында бұғы, елік, қабан және басқа да орташа әрі ірі жануарлар бар. Кей жағдайда ол кішігірім жануарларды да аулайды. Бірақ оның ең маңызды қорегі ірі олжа. Себебі алып денесін ұстап тұру үшін жолбарысқа көп энергия қажет. Жолбарыс олжасын тапқан кезде бірден шабуыл бермейді. Ол желдің бағытын ескереді. Неге? Өйткені олжаның иіс сезу қабілеті өте жақсы. Егер жел жолбарыстың иісін аңға қарай алып барса, шабуыл басталмай тұрып-ақ құпиясы ашылады. Сондықтан жолбарыс мүмкіндігінше желге қарсы немесе көлденең бағытта жақындауға тырысады. Ол бұталардың, ағаштардың және жер бедерінің көмегін пайдаланып денесін жасырады. Сөйтіп,
бірнеше метрге дейін жақындаған соң шабуыл жасайды. Амур жолбарысының негізгі қаруы оның алып денесі ғана емес, оның жақ сүйегі өте қуатты, тырнақтары өткір, ал алдыңғы аяқтарының бұлшық еттері жақсы дамыған. Шабуыл кезінде ол қарсыласын тепе-теңдіктен шығарып, мойнын немесе басқа осал аймақтарына тістеп ұстап қалуға тырысады. Бірақ табиғаттағы аңшылық кинодағыдай әрқашан сәтті бола бермейді. Кейде олжасы қашып кетеді. Кейде жолбарыс бірнеше рет әрекет жасап, бәрібір ештеңе ұстай алмайтын кезі болады. Сондықтан жолбарыстың өмірінде үнемі күш үнемдеу өте маңызды. Амур жолбарысы негізінен жалғыз тіршілік ететін жануар. Олар арыстандар сияқты үлкен топ болып аң ауламайды. Ересек жолбарыстың өз территориясы болады. Ол өз аумағын иіс белгілерімен және басқа да белгілер арқылы көрсетеді. Бір аумақта бірнеше жолбарыстың территориялары бір-бірімен белгілі бір деңгейде қабаттасуы мүмкін. Әсіресе аталық пен аналықтың аумақтары. Бірақ екі ересек аталықтың кездесуі қауіпті болуы мүмкін. Сондықтан жолбарыстар бір-бірінің белгілерін бақылап, қажетсіз қақтығыстан қашуға тырысады. Амур жолбарыстары жылдың белгілі бір маусымында ғана қатаң байланып қалмайды. Аналықтың күйлеу кезеңінде аталық пен аналық бірнеше күн бірге болуы мүмкін. Осы уақытта олардың арасында ерекше мінез құлық байқалады. Жұптасқаннан кейін аналық жолбарыстың буаздық кезеңі шамамен 3,5 айға созылады. Содан кейін бірнеше күшік дүниеге келеді. Жаңа туған жолбарыс күшіктері өте әлсіз болады. Олар анасына толық тәуелді. Алғашқы кезеңде көздері жабық болады және өздігінен аң аулай алмайды. Аналық оларды жасырын әрі қауіпсіз орында өсіреді. Күшіктер біртіндеп өсіп, анасының соңынан еріп, аңшылықтың алғашқы құпияларын үйрене бастайды. Міне осы жерде жолбарыстың нағыз мектебі басталады. Күшік алдымен тек бақылаушы. Анасы қалай жүреді, қалай тығылады, желдің бағытын қалай пайдаланады, олжасына қалай жақындайды, қай кезде шабуыл жасау керек. Осының бәрін күшік анасының әрекетін бақылау арқылы үйренеді. Кішкентай жолбарыс дүниеге келгенде әлемдегі ең қауіпті жыртқыштардың біріне ұқсай қоймайды. Ол әлсіз, қорғансыз және анасына тәуелді. Бірақ бірнеше айдың ішінде денесі тез өседі. Ал уақыт өте келе ойынның өзі аңшылық жаттығуына айналады. Бір-бірін қуалау, секіру, тістелесу, жасырынып шығу сияқты әрекеттер кейін нағыз аңшылыққа қажетті дағдыларға айналады. Аналықтың жанында өткізген алғашқы жылдары өте маңызды. Өйткені табиғатта жолбарысқа ешкім дайын тамақ әкелмейді. Ол өз азығын өзі табуы керек. Амур жолбарысы қалың ормандарды, өзен аңғарларын, таулы орманды аймақтарды мекендей алады. Оның тіршілік ортасында су, өсімдік жамылғысы және жеткілікті мөлшерде олжа болуы өте маңызды. Егер орман жойылса немесе аңдардың саны азайса, жолбарыстың да тіршілігі қиындайды. Сондықтан жолбарысты қорғау дегеніміз тек бір жануарды қорғау емес. Бұл тұтас экожүйені қорғау. Өйткені жолбарыс қоректік тізбектің ең жоғарғы бөлігінде орналасқан жыртқыш. Ол белгілі бір жануарлардың шамадан тыс көбейіп кетуіне жол бермей, табиғи тепе-теңдікті сақтауға қатысады. Енді Қазақстанға келейік. Бұл жерде өте маңызды тарихи айырмашылық бар. Қазақстанның қазіргі аумағында бұрын Каспий жолбарысы деп аталатын жолбарыс түр тармағы мекендеген. Ол орталық Азиядағы өзен бойындағы тоғайлы жерлерді мекендеген. Өкінішке қарай,
адам әрекеті, мекен ету ортасының жойылуы, аңшылық және жемтік жануардың азаюы нәтижесінде Каспий жолбарысы Қазақстан аумағынан жоғалып, кейін бүкіл әлем бойынша жойылып кетті. Ғалымдар Каспий жолбарысын Амур жолбарысына генетикалық жағынан өте жақын деп санайды. Сондықтан бүгінгі таңда Қазақстанда тарихи жолбарысты қайта қалпына келтіру идеясы пайда болды. Балқаш өңірі бұл тұрғыда ерекше орын алады. Қазақстанда Іле-Балқаш резерваты аумағында жолбарысты қайта жерсіндіру жобасы қолға алынған. Мұндағы негізгі идея қазіргі Амур жолбарысын пайдаланып, тарихи мекенге жолбарысты қайта енгізу. Бірақ бұл Ресейден жолбарысты әкеліп, бірден табиғатқа жіберді деген қарапайым процесс емес. Жолбарысты табиғатқа жіберу үшін алдымен оның мекендейтін ортасы дайын болу керек. Жемтік жануарлары жеткілікті болуы қажет. Қауіпсіз территория болу керек. Адам мен жолбарыс арасында қақтығысты азайтатын жүйе құрылуы тиіс. Сондықтан мұндай жоба бірнеше жылға, тіпті ондаған жылға созылатын үлкен табиғатты қалпына келтіру жұмысы. Ең қызығы бұл жерде әңгіме жай ғана бір жануарды әкелу туралы емес. Әңгіме Қазақстан табиғатына жоғалған жыртқышты қайта оралту туралы. Амур жолбарысы кей жағдайда бір тәулікте өте үлкен қашықтық жүріп өтуі мүмкін. Ол өз территориясын бақылау, жемтік іздеу немесе басқа себептермен ұзақ қозғалады. Ал оның территориясының көлемі тұрақты бір санмен өлшенбейді. Ол жемтіктің көптігіне, мекен ету ортасына және басқа жолбарыстардың орналасуына байланысты өзгеріп отырады. Яғни орманда қорек азайса, жолбарысқа тіршілік ету үшін әлде қайда үлкен аумақ қажет болуы мүмкін. Бұл табиғаттың қарапайым заңын көрсетеді. Жыртқыштың тағдыры оның жемтігінің тағдырымен тікелей байланысты. Бір кездері бұл алып жыртқыштың саны күрт азайып, оның болашағына үлкен қауіп төнді. Бірақ табиғатты қорғау жұмыстарының арқасында Амур жолбарысының саны өткен ғасырдағы ең ауыр кезеңдермен салыстырғанда айтарлықтай қалпына келді. Бұл табиғатты қорғау дұрыс ұйымдастырылса, жойылып бара жатқан жануарларға мүмкіндік беруге болатынын нақты мысалы. Ал Қазақстандағы Балқаш жобасы да осы үлкен тәжірибенің бір бөлігі. Бәлкім болашақта Іле-Балқаштың тоғайларында тағы да жолбарыстың ізін көруге болатын шығар. Бірақ ол үшін табиғатқа уақыт, тыныштық және қорғау қажет. Сонымен достар, қалың қарды жарып жүретін, -10 градус аяздан қорықпайтын, үнсіз аңдып, бірнеше метр жерден шабуыл жасайтын Амур жолбарысы жай ғана үлкен мысық емес. Ол табиғаттағы тепе-теңдіктің маңызды бөлігі. Ал Қазақстан үшін оның тарихы одан да ерекше. Өйткені біздің жерімізде бір кездері жолбарыс мекендеген. Каспий жолбарысы жоғалды, бірақ оның генетикалық жақын туысы Амур жолбарысы арқылы Қазақстан табиғатында жолбарысты қайта көру мүмкіндігі пайда болды. Ал енді ең қызық сұрақ: егер бір күні Балқаштың тоғайларында жолбарыстың ізін көрсеңіз, оның қасында тұрып видео түсірер ме едіңіз? Бұл жануарлар шындығы арнасы. Табиғаттың біз білмейтін құпияларын бірге ашайық.